Құрметті көрермендер, кешірім сұраймын. Мынау телефон соңғы кезде өте бір қатты нашар жағдайда жүр. Енді жаңаға шығарманы қайтадан орындап берейін. Алдыңғы эфиріміз сақталмай қалды. Енді ары қарай да жалғастыра береміз. Жаңа орындап жатқан шығармам мынау сыр өңіріндегі жауынгер ақын Әбзәлі Егізбаевтың өзінің осы туған жеріне жазған сағынышты жырлары болатын. Содан бастап енді қайтадан орындап берейін. Егер шығып кетіп жатсам, алдын ала айып етпеңіздер, өйткені мынау телефон өте қатты қызып, қазір бір өте бір сондай бір жағдайда отыр. Өрлей шалқып кеуіл шатын, елмен жұрт қатар құрбы көз келестеп, есеттім үй отбасының саламатын. Қайғы мен қуанышқа біз ортақпыз, әрқашан шат тұрмыста болғай халқым. Көрпесін қасіреттің серпе тастап, өмірдің өркендетсін тәңірім қалпын. Бағыны тең құрбыны аман қосып, халықтың сау көрсеткей жас пен қартын. Жар тәріп жалғаным жоқ жан достарым, сағындым сұлу сырдың суын салқын. Көктөбеше тасармен шосалының, көремін құмын күміс тасын алтын. Санаймын қарағайдан қадірлілі, қамысын сырқуаңның біткен жақын. Қаңқардан қарлы қысын қымбат сезем, жауелдің жазынан да деген жарқын. Жазасын оқтан алмақ, от боп жанбақ, болса жау бейбіттіктің бұзған антын. Ғылым мен техниканы меңгер жастар, талаптан үйрен ұмтыл, алға талпын. Шекерден шырын қимашан, көріссе күтіп сыйласқан, істісі жаным қинасқан, туған ел бізді сағынды.
дәулет жанға жай жабырқатпай жағдай табад. Байлықтың бәрін сақтар кеудең сарай, аяғы арымайтын арғымағат. Қадірін ен дәулеттің ескердік бе, жүргенде шан менен тән сәу сәлемат. Біріне бірі көмек барлық мүше, кем болмай сау болуда сән салтанат. Жазым боп шырақ сөнсе сағат тұрса, сандықтың кілтін кімдер ашып жабад. Шорғадай бар мүшені жолға салды мағына, аңғардыңдар дос жамағат. Жастықта шалыныңды лаулатпасаң, оңдырмай шарға соғар босқанаға. Өтер заулап, құмырда көрген қызық ойын күлкің. Пайдалан бар мұрсатты мезгілінде, денсаулық бойда толық болса мүмкін. Әй, білсең де бар әлемнің, білсем де жалпы әлемнің бар өнерін, ойланып өшір алмассың өлім дертін. Баяндап бақыт баста тұра бермес, бақтаяр қарттық келер кемір көркің. Негізі бағана эфиріміз басталып кеткен 22:00-де алдыңғы эфиріміз өкінішке орай сақталмай қалды. Телефонның қызып кетуіне байланысты. Жаңадан қосылып жатқан көрермендерімізге қош келдіңіздер дейміз. Айгүл апайымыз қош келдіңіз тағы да. Дін Шораев ағамыз отыр екен, қош келдіңіз. Мариям тәте қош келдіңіз. Кетебаева Мариям тәтеміз біздің осы Сыр өңірінен шыққан жампоз жыршы. Бұл кісінің орындауындағы жырлар өте бөлек. Сол алдымыздағы аға буынның осындай ізгі жолын жалғастырып жүрген бізде де арман жоқ. Қош келдіңіз тәте. Айгүл апай, үлкен рахмет. Үлкен рахмет. Тағы да естеріңізге сала өтейін. Мына 30 күн оразада біз осы Сыр өңірінің жалпы осы қазақ даласындағы жыраулық мектептердің талантты өкілдерінің қатысуымен тәлім жыр дейтін айдарды қойып, міне бір ай бойына осы жобаны жалғастырдық. Бүгін сол енді осы жобаның қорытынды сағаты есебінде сол өздеріңізге азғантай жыр терме сағатын сыйлап жатқан жағдайымыз бар. Үлкен рахмет, қош келдіңіздер. Тұрақты көрермендерімізге қош келдіңіздер дейміз. Енді ары қарай жалғастырайық жырдың кезегін. Енді қазіргі орындап беретін шығармам Алмас Алматов ағамыздың мынау 27 жасында жұлдыздай жанып сөнген 70-ші жылдары анау жыраулық өнердің үзілген тұсында қайта қазақ даласына үлкен құбылыс болып, жаңалық болып келген Көшіне Рүстембеков әкемізге жазған бір өзінің жүрек жарды жыры бар еді, арнау. Сол арнауын орындап берейін, қабыл алыңыздар.
жаныңның емдеп жүрекке дәркар дауасын. Сағынсаң достым сыр бойын аңсап келіп қайт, көшеней жырдың кәусәрін ішіп қанасың. Күмбірлеп әсем көкірегі сарай күй тербеп, қоңыраулай соққан Мәскеу мен сырдың арасын. Үкілі тұлпар үмітке шалға бармандай, сарғайтып саны сағымға сіңіп барасың. Татарға аға қарттарға абыз күй кешіп, беріп ет Алла басыңа мұнша шарасын. Өрмегін қиып, өрнегін жиып өмірдің, ұлғайттың ағай ұлан даланың жарасын. Жиналған кезде қайратқа жанып жігерді, талқандап өтіп тұрушың дұшпан табасын. Толғағы қысқан дәуірдің білгір кезінде, іздедік талай тұлғаңның сүлей қарасын. Сұңқардай даусың сафал түн күйі сақтап тұр, киелі шардың құмадай тұнық сағасын. Мінәжат жырым мұқалма сырым көшеке, ұрухаң кезіп жүрсегер сырдың жағасын. Ай жағасын, ай жағасын. Деген шығарма, үлкен рахмет. Бұл шығарманы біздің Мариям тәтеміз осы жердегі отырған өте тамаша орындайды. Үлкен рахмет. Жылы лебіздеріңізге, тілектеріңізге, Айгүл апай сізге рахмет. Индира Елубаева тәтеміз кірді. Қош келдіңіз. Ай болған сіңіліміз келді. Барлықтарыңызға қош келдіңіздер. Айдос ағамыз кірді. Қош келдіңіз аға. Амандық бауырымыз кірді. Қош келдіңіздер барлықтарыңызға. Енді қазір тыңдайтын шығармаларыңыз мынау Алмас Алматов ағамыздың жаңа шығармашылығынан айтып өттік, және де жалғайық әрі қарай. Қазақтың халық жазушысы, қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаев ағамыздың баласы қайтқанда әулет атты. Сол қайғыдан қан жұтып отырған Әбіш ағамыздың сол баласының қазасына Алмас Алматов ағамыз осы халықтың атынан үлкен жыр толғау жазған болатын. Бұл жыр толғау кәдімгі қазақтың жыраулық дәстүріндегі бар үрдіс, қазалы жанның отбасына, шаңырағына көңіл айту, көңіл сұрау, жұбату секілді дәстүр жүзінде жалғасқан. Сол дәстүрді жалғай отыра біздің Алмас ағамыз осы арнау жырды, жұбату жырын жазған болатын. Енді сол жырды шамамша орындап беруге рұқсат етіңіздер, қабыл алыңыздар. Алашқа сүтін азамат, адамдықтың ақ туы шалғаннан жөнеп кеткенше қолыңда ерлер аманат. Халыққа абыз оғлансыз адасқанға жол айтып тілеуін тілеп саламат. Қалыңға түскен құсыңды қанатынан қайырып жатсыз баға азалап.
алла сіне амал не өзі беріп өз алды шер құйып жанға шаралап балдан тәтті ажал оқ кезекті нәубет келгенде омыртқадан қадалат тасты тескен тамшыдай оты бойға таралат қайғы мен сабыр ақылдың тертесін аға теңіздай шүкір деп барға қанағат қайғы қонағаттана сабыр қорған сарайын сазды басы жетіліп шабушы еді қазанат қарасы қандай піл болса шарасы сондай көрінер әй қазалы жанға салауат ереге берген қайғына ел көтерер деген бар ойлаңыз аға саралап бәтеке сопы баласы палуан құлды көріп ем жүретін елді аралап төрттілік малдың бәрі сай перзентсіз өтті дүниеден келетін үйге шағалап қуанбадым туды деп шұбанбадым өлді деп азасын сойып қазалап я алла мұнша қаһарың тамырымды тасқа тақадың ей біз пендеңді жазалап дегенді үлкен кісілер алладан болсан панаңыз етіңіз барға қанағат тәубашыл ерге бас берем шылаған көзге шас берем дегенді алла шамағат сол айтқан сөзді серлесек әулеттен өнген ұрпағың болғайды аға саламат тәубәңіз болсын таяныш ұл қызың өскен саяныш келмесін қайтып жаманат дұғадан іздеп бағланды еншісі ердің сол болар ей алладан бұйрық аманат еншісі ердің сол болар ей алладан бұйрық аманат деген Алмас ағамыздың әбіш ағамыздың баласы айтқанда жазған күйеулі қосшары. Осы жырды орындап оны шығарып болғаннан кейін сол қазақтың қос жырауы Алмас ағамыз бен Амандық ағамыз сол үйіне басы шықты дейді. Сонда Алмас ағамыз айтады, бұл сөз құдіреті сол әбіш ағамыздың осы қазақтың қос жырауына деген үлкен ілтипат ықыласы есебінде де сол иығына шапан жауып жырауларға риза болып тарқасқан көрінеді. Бұл енді жырдың тарихы есебінде айтып отырмыз сіздерге. Мен қазір мына телефонда қайтадан қойып алайын. Бүгін телефон өте күннің ыстығына байланысты қызып кетіп қайта-қайта сондай бір нашар жағдайда тұр. Айып етпеңіздер. Енді әрі қарай жырымызды жалғастырамыз. Жаңадан қосылған көрермендерімізге қош келдіңіздер дейміз. Енді қазіргі тыңдайтын шығармаларыңыз мынау сырдың бойында көп айтыла бермейтін ақынның репертуарынан айтып бергім келіп отыр. Бір шағын ғана толғауы бар. Қара тамыр баспан жырау дейтін
ақын шайыр өткен. Үлкен рахмет. Иранға біздің сырдың жерінен, жырдың отанынан жалынды сәлем. Морозильниктен ет әкеп үстіне қойып қой дейді. Қаратамыр баспан жыраудың толғауы. Айтайын толғау бектерім, қисынға сөзім келсемен. Айтайын қолда барында шығарайын текшеден. Аңдаушың ажал мейірімсіз зіл болып басар желкеден. Мерзімді мезгіл біткен күн көшпеген кімдер өлкеден. Ешкімде білгір болған жоқ, ілгергі өткен мөңкеден. Әуледе артық болған жоқ, әруақ масы еркеден. Алтынның тәсі әсбайдыр, қағазды шыртқан теңгеден. Қошқарда артық болған жоқ, қой бастаған серкеден. Шешенге қалған нұсқа бар, әр нәрсені өлшеген. Кейбір жандар өткен жоқ, қайраты сыймай қанағай жаһанның жүзін өртеген. Өлшеулі өмірің біткен күн, өлмейтін сірә жан болмас. Кел атқан мирас ертеден. Кел атқан мирас ертеден. Енді келесі тыңдайтын шығармаларыңыз мынау батыс өңірінен де айта отырайық. Батыс өңірінде Дулат Бабатайұлы ақынның, шайырдың бір толғау өлеңі бар еді, соны орындап берейін. Айтамас атқанда оқ өтпесе, арғымақ деп айтамас жан жерге шылқы жетпесе. Азамат деп айтамас тозған елді септесе. Ер жігіт деп айтамас жауға тастап кетпесе. Жақсы әйел деп айтамас жамандап ерін сөкпесе. Шарлы деп неге айтамас жабылып елі көп десе. Шерлінің мұңы тарқамас көзінің жасын төкпесе. Жақсы менен жаманды, жаманат менен жалғанды қолмен ұстап көрер санаулы демің бітпесе. Бітпесе. Қарағай басы қар жауса шытамайды сауысқан. Оңғандықтың белгісі араздасып табысқан. Оңбағанның белгісі шоқ нәрсені қосқан. Ағайын жақсы сыйласар сағынысып алыстан. Жақынын жауға бермейді адамнан туған арыстан. Арыстан. Мынау көптен бері жыр айтпаған, қазір әннің былай әуезіне қарай көп ойысып кеткесін.
кәдімгі қамшытеріміз шығарып отыр. Үлкен рахмет. Барынша тамаққа салып айтып отырмын, енді бұдан асырып қайда барайын деп тұр баяғыда біреу. Бағана осы жерде бір көрерменнің өтініші бойынша мынау Сыр өңіріндегі ең ерекше мақам саз үлгісі жағынан, музыкалық иірім жағынан деп айтамыз. Мына Тасберген жыраудың маңырамасы дейтін бір үлкен шығарма бар. Бұл негізі кәдімгі 3 күн 3 түн жырлады дейді ғой бұрынғы жыраулар. Сол 3 күн 3 түн жырлап болғаннан кейін сол таң ауа салатын жырлардың бірі екен дейді. Енді қазір сол мүмкіндігінше орындап беруге рұқсат етіңіздер. Тасберген жыраудың маңырама шығармасы. Бар жақсы әңгіме бал шекермен тағы сөз таптырмайды. Нағыз дүрден алғаулы би ақылдың сөзі кермек бейне бір шыққан шөптей сортап жерден не болар екі көздің бірінен соң, ағаның сәні болмас ініден соң. Шапанға шалғыз біткен бәйтеректің көргі жоқ сыбдыраған бірінен соң. Дүниеден қосыңдартып бір өткен соң, уадари қайтып мұнда бірі керсің құрысын одан кейін көрген күнің астынды жатып шердің шіріген соңы деген Тасберген жырау әкеміздің маңырама толғауы. Енді уақытта өзі мәресіне жетіп қалған сияқты. Бұйырса енді алдағы уақытта да Құдай қаласа жыр терме сағатын жалғастырып отырамыз. Бұл енді өздеріңіз сияқты тұрақты көрермендеріміз барда осы тікелей эфирге шығып тұруымызға үлкен себеп деп ойлаймын. Үлкен рахмет. Мариям тәте, бұйырса Серік Ыдырысов ағамыздың шығармасын келесі жолы орындап берем. Құдай қаласа. Енді рахмет. Енді мына шығарманы ұмытып қалмасам айтып бергім келіп отыр. Мынау Сыр өңірінде Бахаби дейтін мынау Сырдариядан төменгі Қызылқұмда тұрған Шөмекейге белгілі адам болады. Сол базар жырау сол уақытта Нұрман болыстың қарындасын алып қашатын көрінеді. Нұрман болыс сол базарды Қазалының түрмесіне жаптырып тастайды екен. Түрмеде жатқан базар жырау сол уақыттағы мынау шөмекейлерге ықпалды Бахабиге өлеңмен хат жазады. Мені осы жағдайдан құтқар деп. Сол базар жырау сол Бахабиге былай деп жазып жатыр екен дейді.
сапасы, шөменнің алтын сақасы, жақсы сөзбен ашылар көңілдің қайғы қапасы. Ей шадыңа дұрыс алмасаң, көзіңнің қырын салмасаң, қайратты туған бияға арлаған базар ініңнің болмай тұр еркін сапасы. Ей үстінен дұшпан аспаған, аяққа пенде баспаған, сіз едің берен ағамыз, шыныменен бұрқансаң, атасы басқа дұшпаннан босанар еді шағамыз. Ей жолдасын шауға бермеген, көлденең сөзге ермеген, ешкімді бөтен көрмеген, қос құлағы еді бабаңыз. Шадыңа алсаң азбайсың, ақ Мұстафа піріңді, үмметім демес Мұхаммед, тұтпасаң берік дінімді. Төртші Мекейдің арышын, дұшпанға көрсет қырыңды, ағаға сүйеп арқасын, бір іске інің ұрынды, жатырмын жаттың ішінде, сездірмей сыртқа сырыңды. Ей мен балқының базары, сен аспанның назары, жақсының жүзі арайлы, адамға жылы ажары, орынсыз мынау дұшпанның батып тұр жанға азары, құйрығымен шар соққан мен дарияның сазаны, кінәсіз күйген ініңмін, әділдік таппай әкімнен тартып бір жатқан жазаны. Ежелден халыққа жол айтқан Жәнібек ұлы кедейсің, бір істі алсаң қолыңа, ермейтін жан жоқ жолыңа, азды көпке теңейсің. Қамқор болып ғаріпке қысылғандарға қол беріп, әруақша желеп жебейсің. Айдаһардай айбатың, жолбарыстай қайратың, өзіңе тайлас дұшпанға оғыңды қарсы кезейсің. Таң шабытың келгенде аш бүрдей кез келсе, кімді аунатып жемейсің. Қанатымен су сепкен қаршыға көңілін білдірген, қысылған мендей ініңді бір жолға бапу демейсің. Деген екен дейді. Сонда Базар жыраудың осы жазған сәлемдеме хатын Бахаби алғаннан кейін, сол Қызылдағы Алтаспанның игі жақсылары Бахабиге бір үйір жылқы апарып береді. Бахаби болса сол бір үйір жылқыны Қазалының түрме бастығына айдап апарып, сол Базар атамызды шығарып алған екен дейді. Бұл енді жырдың азғантай тарихы. Енді сіздерге не орындап берсем екен? Мынау Сары жырау Рахметов дейтін атамыз өткен Айдос Рахметов ағаларымыздың ағасы, яғни әулетіне осы текті өнер қонған шаңырақ, бұл кісілердің әулеті. Сол қазіргі таңда Сары жыраудың өсиеті деп айтылып жүр. Сол қысқаша бір толғауын орындап берейін, қабыл алыңыздар. Менің даусым жақсы естіліп жатыр ма? Сіздерге ұнап жатыр ма? Ой пікірлеріңізді бөлісіп отырыңыздар. Үлкен рахмет. Мынау пікірлердің бірін оқып, бірін оқымай жатырмын. Қазір соңынан түгел оқып алам. Үлкен рахмет жылы лебіздеріңізге. Біреуге дәулет беріп еттің жарым, біреуге ақыл беріп қылдың барын, біреуге судан сұлу шырай беріп бұлғатып етегіне қойдың арын, біреуге әжәптәуір
қойсызға қойдың құдай базар беріп, бай бармас астындағы жорғасымен, жан бармас қасындағы жолдасымен. Біреуге біреу қамқор етпек түгіл, болады әркім әлек бір басымен. Жалғанның жолдас еттігін есін біліп, бір жан жоқ тәубе қылған есін біліп. Шалғанғай жалаңаш боп кеттік жаяу, мойынғай бес қарбыз тесіп біліп. Қолынан жақыныңның келгені сол, көр қазып көміп тастай көселдіріп. деген шығарма